Сәлем достар, сіздермен Ақнұр. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Фарш қосылған пеште пісетін макаронды ұяшықтар. Ең әуелі осындай пішінге, яғни формаға май жағып аламыз. Содан соң фаршқа тұз, бұрышын, пиязын қосып, осылай қолмен фаршымызды дөңгелетіп аламыз. Енді макаронды ұяшықтарымызды жаңағы май жағылған пішінге осылай тізіп шығатын боламыз. Ортасына жаңағы дайындаған фаршымызды жақсылап, тығыздап салып шығамыз. Ұяшықтарымыздың ішіне фарш салып болған соң, енді ыстық суды құямыз. Ыстық судың мөлшері видеоның описаниесінде жазылған. Ыстық су біздің макарондарымыздың бойымен бірдей болып тұруы тиіс. Енді осы ұяшықтарымызды шамамен 25 минутқа қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Ұяшықтарымыз пеште піскенше енді соус дайындайтын боламыз. Ол үшін біз қаймақ, майонез, кетчуп, сарымсақ және аскөк, тұз, бұрыш сеуіп, осы заттардың барлығын бір-бірімен араластыратын боламыз. Міне бізде осындай соус дайын болды. Енді жаңағы ұяшықтарымызды пештен алып шығамыз да, барлық ұяшықтың үстіне жаңағы дайындаған соусымызды видеодағыдай жағып шығатын боламыз. Содан соң қайтадан 15 минутқа пешке жібереміз. Міне біздің ұяшықтарымызды пештен алып шықтық. Енді осы ұяшықтарымыздың үстіне үккіштен өткен ірімшіктерді салып шығамыз. Бетіне ірімшіктер салып болған соң, қайтадан шамамен 5 минутқа бетіндегі ірімшіктер балқығанша пешке салып аламыз. Мінекей қыздар, осымен біздің өте оңай дайындалатын әрі дәмді макаронды фарш қосылған ұяшықтарымыз дайын. Міндетті түрде сіздерге жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ас болсын.